Макалиби Галиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 6-шы сынып оқушысы Қайыр Айтордың олимпиадқызы боламын. Менің бүгін сіздерге таныстыратын ғылыми жобамның тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінің рухани және ұлттық маңызы. Жобамның кіріспе бөлімінде зерттеудің өзектілігі мен мақсат міндеттері айқындалған. Ал негізгі бөлімінде Ыбырай Алтынсарин талантты тұлға және оның педагогикалық көзқарастары мен педагогикалық мұрасының қазіргі тәрбие теориясы мен практикасы үшін маңыздылығы қарастырылады. Ал практикалық бөлімінде ағартушының әңгімелерінің рухани және ұлттық маңызы зерттеліп, мысалдар келтіріліп, оқушылар арасында сауалнама алынды. Қорытындысында Ыбырай Алтынсариннің әңгімелеріндегі рухани және ұлттық маңызы зерттеліп, маңыздылығын түсінуге және анықтауға көмектеседі. Жасөспірімдер бойына құндылықтарды сіңіруге көмектеседі. Мен не үшін Ыбырай Алтынсаринді алдым? Өйткені ол бізге мектеп ашып, зейінімізді ашқан алғашқы адам. Ыбырай Алтынсариннің айтуы бойынша балалар үшін ұстаз өте керемет адам. Ол ең басты рөлді ойнайтын адам. Зерттеудің өзектілігі қазіргі жаһандық проблемалардың жағдайында рухани мәселелерге деген қызығушылықтарын арттыру. Зерттеудің мақсаты Ыбырай Алтынсариннің әңгімелеріндегі ұлттық және рухани маңызын көрсету. Зерттеудің міндеттері: Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері арқылы дүниетанымды қалыптастыру, жазушының әңгімелеріндегі ағартушылық міндетті анықтау, ағартушының білім беруге қосқан үлесін анықтау. Ыбырай Алтынсариннің идеялары бүгінде беделге ие. Оның айтуы бойынша тәрбие дұрыс берілу керек. Қазіргі замандағы білім берудің қоғам мен мемлекеттің маңызды мақсаты жоғары адамгершілікті, құзыретті Қазақстанның адал азаматты тәрбиелеу. Осындай әке мен бала, асыл шөп, бақша ағаштары, аурудан аяған күштірек, қанағат, мейірімді бала атты әңгімелер әдептілікке, мейірімділікке, адамгершілікке, еңбекқорлыққа баулиды. Ыбырай Алтынсариннің әңгімелеріндегі тәлім-тәрбие, шындық, адамгершілік, кісілік, ұстамдылық, еңбекқорлық, мейірімділік, өнер, оқу, білім, достық, қайырымдылық, ұстамдыққа баулиды. Ыбырай Алтынсариннің айтуы бойынша баланы дұрыс тәрбиелеу керек. Егер біз баланы дұрыс тәрбиелемесек, оны түзеу қиын болады. Бала ағаш секілді, ағаш қисық өссе, оны түзете алмаймыз. Баланың да тәрбиесі сондай. Кейде сол тәрбиесінен барып мерт болады. Ыбырай бұл әңгімені қазіргі қоғам балаларына арнаған. Әңгімелері құндылықтарға негізделген, тәрбиені біртұтастығы көзделген. Ыбырай өзі ашқан мектепте ыңғайлы жиһаздар, жинамалы тақта, дөңгелек үстелдер және оқу құралдарын салуға арналған тақтаға дейін сандыққа дейін ойластырылған. Мектеп жанында барлық жиынтығы бар кітапхана болуы керек. Ыбырай үшін ол мектеп ақыл, адамгершілік үшін ашылған. Ыбырайдың айтуы бойынша біліммен бірге тәрбие берілу керек. Еңбектің мәні жеке әл-ауқатты қанағаттануды қамтамасыз етуге емес, әлеуметтік мән болуы керек. Біреудің еңбегін иемдену ол жаман әдет. Фольклорды зерттей отырып, ол халық тілін, дәлдікті, байлықты, динамикалық әзілді жоғары бағалайды. Қазақтың мақал-мәтелдерде тәрбие береді деп есептеген. Ұлы ұстаздың қандай да шығармасын алсақ, ар-ұят, қайырымдылық, кішіпейілділік, талаптылық, ұлттық мүдде, өнерге ұмтылу, адамгершілікке баулиды. Практикалық бөлімде айта кеткендей, сауалнама нәтижелері келесідей болды. Бірінші, сіз Ыбырай Алтынсарин туралы не білесіз деген сұраққа барлығы білемін деп жауап берді. Екінші, Ыбырай Алтынсарин халықты ағартуға үлес қосты ма деген сұраққа 71-і иә деп, ал 29-і білмеймін деп жауап берді. Мені таңғалдырған, не үшін бұл жерде 29 оқушы білмейді? Ыбырай Алтынсарин бізге алғаш мектеп ашқан адам. Үшінші, сіз Ыбырай Алтынсарин шығармаларын оқыдыңыз ба деген сұраққа 85 адам оң оқыдым деп жауап берді. Қорытындылай келе, Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен қызметін оның заманынан бөлек қарастыруға болмайды. Олар ағартушылық прогрестің ажырамас бөлігі ретінде қарастырды. Онсыз бүкіл ұлттың дамуы мүмкін болмады. Менің ғылыми жоба бойынша ұсыныстарым: Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінде тәрбие жұмысын жетілдіру үшін қолданса, Ыбырай Алтынсарин халық ағартушысы республикалық марафон челлендж байқаулары ұйымдастырылса, жылдың үздік ақыны байқауы, жас Ыбырай шығармашылық кештері өткізілсе, мұражайларына виртуалды саяхаттар жасалса,
абырой алтынсарин еңбектер 3D бейнелі видеожазбалар арқылы дәріптесе деген ойым бар. Назарларыңызға рахмет.